Қайырлы күн достар, эфирде Қажылғызы News бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Жанара Сарсенқызы. Батыс Қазақстан облысы жолдарында ғылыми-техникалық сүйемелдеуді ғылымдар жүргізеді. Батыс Қазақстан облысы әкімдігі мен Қазақстан жол ғылыми-зерттеу институты арасында тиісті меморандумға қол қойылды. Қажылғызы ғалымдары сынақ учаскесінің құрылысына қатысты. Қажылғызы автожол саласы толығымен цифрландыруды жүзеге асыруда. Бұл туралы үкімет отырысында Қажылғызы акционерлік қоғам президенті Арман Алибаев хабарлады. Осы орайда жол құрылыс материалдары мен технологиялары туралы бірыңғай цифрлық деректер базасы әзірленді. Аталған жол базасына қазірдің өзінде 150 карьер, 382 асфальт зауыты және 98 жаңа технология енгізілді. Дерек қорымен rsmbs.qajolgzy.kz сайтына кіріп таныса аласыз. Елімізде жол инфрақұрылымының виртуалды көшірмесін жасау бойынша жұмыс жүргізіліп жатыр. Қазақстан жол ғылыми-зерттеу институты автомобиль жолдарының виртуалды көшірмесін әзірлеу бойынша жұмысты бастады. Әзірленген бағдарламалық құрал ғимараттарды, тротуарларды және белгілерді қоса алғанда жолдар мен көше жоспарларын көрсетеді. Жиналған мәліметтер негізінде жол қызметкері үшін есеп-қисап жасалады. Елімізде суперпейв қағидаттары 2025 жылы жүзеге асырылады. 2025 жылғы қаңтардан бастап Қазақстанда әлемдік талаптарға жауап беретін пилоттық жобаларды сынақтан өткізу, оның ішінде суперпейв енгізу басталады. Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындарындағы бакалавриатқа мемлекеттік гранттар беруге өтінімдерді қабылдау биылғы жылдың 13 шілдесінен басталады. Гранттарды игеруде көлік құрылыс білім беру бағдарламасы бойынша өтінімдерді қабылдау жүзеге асырылмақ. Бұл бастама Қазақстан Республикасы Көлік министрлігі, Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігі мен Қажылғызы акционерлік қоғамы бірлесе атқарған жұмыстың нәтижесінде жүзеге асырылып жатыр. 2024-2025 оқу жылына 1000-ға жуық мемлекеттік білім беру грант, оның ішінде бакалавриатқа 770 грант бөлінді. Аталған гранттар көлік құрылысы білім бағдарламасы бойынша еліміздің 7 жоғары оқу орындарында оқытылмақ. Қажылғызы акционерлік қоғамы машиналар мен механизмдер тізімінің іске қосылғаны туралы хабарлайды. Цифрлық каталог бұл жол құрылысына арналған жаңа және инновациялық машиналар мен механизмдердің тізімі. Оның мақсаты технологиялық карталарды жаңарту үшін қолданылатын техника туралы ақпарат жинау. Қажылғызы акционерлік қоғамы Алматы қалалық филиалында жол құрылыс материалдарды мен жұмыстардың сапасын бақылау бағдарламасы бойынша біліктілікті арттыру курстары өтті. Естеріңізге сала кетейік, Қажылғызыде құзыреттілікті дамыту орталығы 32 білім беру бағдарламасы бойынша курстар ұйымдастырады.